Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді әрі үрпілдек болып шығатын, өте жұмсақ болып шығатын пирожкидің рецептін сіздерге ұсынамын. Менің каналымда әр апта сайын осындай өте оңай дайындалатын әрі дәмді болып шығатын рецепттер шығып тұрады. Сол үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен біз ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз, үстіне дрожжи қосамыз, тұзымызды қосамыз және де қантымызды қосамыз. Және де барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Мөлшерлердің бәрі осы видеоның астына жазып кететін боламын достар. Үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Және ұнымызды қосып, електен міндетті түрде өткізіп алыңыздар. Осындай жұмсақ қамыр егетін боламыз. Енді бетін жауып, жылы жерге қойып қойыңыздар. Жақсылап көтерілуі қажет. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Осылай суға піскен картопқа дәміне қарай тұз қосып, үстіне сүт қосасыздар да езіп шығасыздар. Осындай пюре жасап шығуларыңыз қажет. Міне бізді қамырымыз жақсылап тұрып көтерілді. Осылай жинап алып, енді дастарханға ыңғайлы болу үшін жаятын боламыз. Егер қолдарыңызға жабысып жатса, қолыңызға сұйық май жағып жіберіңіздер. Осылай бөліктерге бөліп алыңыздар алдын ала. Міне мен дөңгелек формалар жасап алдым достар. Енді осылай қолымызбен жайып шығамыз. Сұйық май жағып жіберіңіздер ыңғайлы болу үшін. Ішіне салмасын салып, пирожкидің формасын жасайтын боламыз. Менде осылай орташа пирожкилар шықты. Өте жұмсақ болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалады. Әрі үрпілдек болып шығады. Енді қызып тұрған майымызға осылай 2 жағынан қуырып алатын боламыз. Майларымыз міндетті түрде қатты қызған болуы қажет. Сонда сіздің пирожкиларың жақсы болып піседі. Достар, міне біздің пирожкиіміз дайын болды. Шын мәнісінде өте жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Егер видео рецепт ұнаған болса, достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім.